Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Сіздермен бүгін 10 минутта жасалатын фруктовый салат жасайтын боламыз. Витаминге толы, өте дәмді, сочный салат болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, подписываться етіп, лайк басып кетіңіз. Бізге керектісі киви, банан, граната, алма, изюм және де йогурт. Міне барлығын біз сыртқы қабығынан ажыратып тазалап аламыз. Және де үлкен бөліктерге бөліп, төрт бұрыштілеп турап шығамыз. Кивиді тураңыз. Одан кейін бананды ашып, қабығын езіліп кетпейтіндей сәл ірілек етіп турап шығасыз. Алманы да дәл солай қабығын ашмасаңыз да болады, ашысаңыз да болады. Мен өзім қабығын ашыған жоқпын. Себебі барлық витамин алманың қабығында болады. Жаңа жылға таптырмас салаттың бір түрі десем де болады. Өте дәмді болып шығады. Анарды да ашып, өз қалауыңызша көп қосқыңыз келсе, қанды көбейтеді граната. Көп қосқыңыз келсе, көп қосыңыз. Қыз-келіншектер, менің YouTube каналыма лайк басып, комментария жазып, подписка жасап отырыңыздар. Міне барлығын үлкенде отызға салып, изюмымызды саламыз. Үстіне йогуртымызды 2 немесе 3 қасық қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын. Қонақтарыңыздың алдында ұялмай қоюыңызға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Менің каналымдағы басқа да видеоларды көріп шықсаңыз болады. Грецкий орех қоссаңыздар да болады. Бұл салатқа өте дәмді болады, грецкий орех қоссаңызда. Міне, дайын болған түрі. Баршаңызға ас болсын.